Ассалаумалейкум, қазақ елі. Кореядан сіздерге жалынды сәлем. Мен есімім Дәурен болады. Кореяда жұмыс жасап, осында нәпақамыз тауып жүрген адамдардың біріміз. Сіздерге айтайын дегенім, біздің қазақтар Кореяда өте ұйымшыл. Кем дегенде бір 5-6 чат бар WhatsApp'та. Сол арқылы біз бір-бірімізбен тіке хабарда отырамыз әрқашанда. Және де біз жаңадан келген қазақстандықтар үшін көмек қол үшін қалай көрсете аламыз. Біз келгеннен бастап аэропорттан күтіп алудан десек те болады. Кейбір кісілердің сұранысы бойынша аэропорттан күтіп алып, оны квартирасын тауып беріп, одан кейін жұмысқа орналастыруға дейін сопровождениеміз бар. Көбінесе көмек көрсетеміз, өйткені жаңадан келген адамдарға бұл жақта адаптация алу өте қиын болады, өйткені тіл білмеу деген мәселе өте қиын. Біздің арамызда енді өздеріңізге белгілі 5-6 жылда жүрген қазақстандық отандастарымыз бар. Солар тілді жақсы біледі. Біз солардың көмектері арқылы қалған кәріс азаматтармен тіл байланысқа шығамыз. Және де біздің көмегіміз қалай орын алады? Бұл жақта бәріңізге белгілі, бәрі қымбат болғандықтан кішігірім азынаулық сыйақысына жасалынады. Ол сөздің ашығы, оны жасаудың ешқандай қажеті жоқ. Тағы не айтайын сіздерге? Бұл жақта қазақтардың көбінесе ұйымдастыратын топтары бар. Оның бірі Guide Forengers Армандасай деп аталады. Біз ол топ арқылы біз өзіміздің Наурыз мерекесін, Желтоқсан мерекесін, халықтар ұйымшылдық мерекелерін бірге тойлауға атсалысамыз. Және де әртүрлі қазақстандық посольстволардың көмегі арқылы әртүрлі концерттерге барамыз. Біз қазақ елін көптеп ұмытып қалған ел емеспіз, адамдар емеспіз. Біз Қазақстанда қаншалықты алыста жүрсек те соншалықты сағынатын елміз. Өйткені өздеріңіз көріп тұрғандай, дәл қазір менің көлігімнің ішінде Қазақстанның туы тұр, өздеріңізге көріп тұрғандай. Біз әрқашанда сағынамыз, сіздермен біргеміз. Және де біз Қазақстанда болып жатқан, елде болып жатқан жағдайларға өткенде Гибо Фильмс және де Хрустик деген блогерлердің бастауымен басталған көмек қол ішіне атсалысып, өзіміздің қолымыздан келгенше көмегімізді аямаған жайымыз бар. Сол себепті қазақ елі біз сіздермен әрқашанда біргеміз. Махаббатымыз Қазақстанға дейін әлі жүрегімізде. Әлде біз елді сағынамыз, және де елге әлде қайтарымыз.